алғашқы мектеп мақтаныш жобасының қонағы Сейтқасым Мирас. Қазақтың қарапайым жігіті небәрі 8 сынып оқушысы. 63 кг салмақ дәрежесінде Қазақстан чемпионы атағын иеленіп отырған Сейтқасым Мирас. Ал енді достар, тұрмыстан көкейінде жүрген сұрақтарға жауап алайық. Балалық шағыңыз қалай өтті? Бала кезден спортқа жақын болдыңыз ба? Иә, бірінші болып алғашқы спортқа әкем алып келді. Бала кезінен бері спортқа жақын, қызған. Сабақ үлгеріміңіз қалай? Спортпен сабақты бірге алып жүру қиындыққа соқпай ма? Егер адам тырысса, ондай қиын емес, оңай. Спорттың қиындығы мен қызығы туралы айтып берсеңіз. Қызығы енді ел көресің, жер көресің, жаңа балдармен танысасың. Ал қиындығы судьялардың әділетсіздігіне кейбір кезде жолың жабылып қалады, басқа будандар үлкен жерлерге. Боксқа қалай келдіңіз? Боксқа келу не түрткі болды? Боксқа өзім кішкентай кезінен бері қызыққаным, әкем алып келді. Былғары қолғап түйістіруді таңдағанға өкінген кездерің болды ма? Ешқашан болмайды да болмайды. Жарыста есімде ерекше ұмыта алмастай болған сәт бар ма? Ондай сәттер көп. Өмірдегі немесе бокстағы идеалың кімге еліктейсіз? Мен осы бокстағы идеалым Головкин ағамыз, соның рингтегі стилін, әдісін үйренуге тырысам. Головкин ағамыз. Бокстан басқа немен айналысасыз? Бокстан басқа хоббиім жоқ, осы бокспен айналысамын. Болашақтағы жоспарларымен бөліссеңіз? Болашаққа жоспар жоқ, бірақ бұл жолда жоспар көп. Құдай қаласа Азия чемпионатында жеңіске жетсем. Рахмет. Сәлем оқушылар, сендердің уақыттарың азан болады ма? Иә, болады. Мирас жағын білесіңдер? Ол бізде 2020 жылдың басында келген. Ол басында бізге сіңісе алмай жүрді да, сол 2020 аяғында уже бізбен дос болып бірге жүріп кетті. Ол бұрында бізге достаса алмай жүрді, қазір біз өте жақсы доспыз. Және ол неше түрлі республикалық жарыстарға қатысып, біздің сыныбымыздың, мектебіміздің, ауданымыздың атын шығарып жүр. Біз Мираспен мақтанамыз. Сәлеметсіз бе? Сіз біздің мектебіміздің даңқын шығарып жүрген Мирас жайлы не білесіз? Мирас осы біздің мектепке былтырғы оқу жылының наурыз айында келген. Мирас өте жақсы оқушы, алғыр. Сонымен қатар Мирас өткен оқу жылдарында бокстан Қазақстан чемпионы болған. Ал дәл қазіргі күні бокстан осы Қазақстан чемпионы болған. Және де ол сол спортпен айналысқанмен бірге сабаққа өте жақсы оқитын белсенді оқушы. Рахмет үлкен. Осымен біздің жобамыз өз мәресіне жетті. Мирас, сізге келгеніңізге көп рахмет. Сізге тілерім тек үлкен белестерден көріне беріңіз. Рахмет. Жобаларыңызға шақырғандарыңызға алғыс айтамын.